Zulkifl aleyhisselam. Allah Tağala'nın kitabında Ayyub'tun kıssasından keyin, yani Kur'an-ı Kerim'de Ayyub aleyhisselamın kıssasından keyin Allah Tağala Enbiya suresinin 85. ayetinde bayandaydı. Estağfirullah ve İsmail ve İdris ve Zulkifli kullu minas sabirin. İsmail, İdris, Zulkifildir barlığı sabırlı bolatın degen. Және 86. ayetinde ve adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Olardı meyrimimizge böledik, өйткені олар izgilerden edi degen. Және Allah Tağala Sot suresinin 48. ayetinde da وَذْكُرْ İsmail وَالْيَسَاعَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ. İsmail, Al-Yasa' және Zulkifilді есіңе ал деген. Барлығы жақсылардан еді деп айтқан. Дәл осылай Алла Тағала Zulkifilді Құранның 12 жерінде атаған екен. Енді Zulkifil алейхиссаламды Құранда оның пайғамбар болғандығы жайлы айқын дәлел жоқ дейді. Zulkifil алейхиссаламның Құранда нақты пайғамбар екендігіне айқын дәлел жоқ. Бірақ ғұламалар оның есімін пайғамбарлардың қатарында аталуы себепті оны пайғамбар деген. Тарихшылардың көбі оны Аюбтың ұлы деп атаған. Yani Ayyub aleyhisselamның ұлы деп атаған. Ол Бишр ибн Аюб, yani Бишр деген қауымына ақыл кеңес беруді, оларға әділ төрелік етуді, Алла Тағаланың әмірін орындауды, ол үшін түні бойы намаз оқып, күнімен ораза ұстауды және ешқашан ашуланбауды өз мойнына алған үшін оны Zulkifil деп атаған екен. Zulkifil алейхиссалам негізгі аты кім екен? Бишр ибн Аюб. Кейін осы нәрселерді орындаған үшін не деген? Zulkifil деп атаған. Яғни ол өз сөзінде бекем тұрып, ғұмырын түгелдей уәдесін орындау үстінде өткізді деген деректер бар. Zulkifil алейхиссалам жайлы жеткен деректер бізде осы ғана.